Айсұлу туралы ертегі. Ертеде бір елде Айсұлу есімді бір қыз өмір сүріпті. Айсұлу өте мейірімді, қарапайым әрі еңбекқор екен. Бір күні Айсұлу орманға жидек теруге барады. Күннің ыстығы бет шарпып, орман іші қапырық бола бастайды. Қыз жидек теріп жүріп, орманның тереңіне кіріп кеткенін байқамай қалады. Жолын таба алмай қорқып кетеді. Енді қайттым. Үйге қалай жетемін? Деп көз жасына еріп береді. Жүріп келе жатып, ол шаршаған аттарға кездеседі. Аттар, көзіңді сүртіп, жалымызды тарашы дейді. Айсұлу оларды да күтім жасап, сипап сүйкеп береді. Аттар қуанып, оған дұрыс бағытты көрсетеді. Ақыры ол орман ішінен кішкентай үйшікке кезігеді. Бұл жалмауыз кемпірдің үйі екен. Кемпір қызды сынап, үйімді жинап, мысығым мен күшігіме тамақ берсең, сені үйіңе қайтарамын дейді. Айсұлу кемпірдің айтқанын бұлжытпай орындайды. Үйін тазалап, жануарларын тамақтандырады. Кемпір қыздың еңбексүйгіштігіне риза болып: сен мейірімді әрі адал екенсің. Уәдемде тұрамын, жолыңды ашамын. Мына сандықты сыйлыққа ала кет деп алтын күміс толы сандық береді. Осылайша Айсұлу ауылына аман есен оралады. Оның адалдығы мен мейірімі бәріне үлгі болыпты.